Ассалаумағалейкум, құрметті өнер сүйер қауым. 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың бас кезінде Маңғыстау түбегінде өмір сүріп, жүрген жерлерін думандатып өткен қарапайым халық арасынан шыққан өнерде теңдес жоқ талант иелері деп жеті қайқыны айтсақ болады. Қайқы деген атау Адай руында өнері елден асқан, таңдаулының да таңдаулысына ғана телінетін арнаулы және ерекше марапатты атақ. Жеті қайқы деп өнерде топ жарған нағыз жеті дүлдүлді айтамыз. Олар Тастемір Боранқұлұлы, Жылгелді Теңізбайұлы, Шолтаман Байсарұлы, Досат Бәйменбетұлы, Өскенбай Қалманбетұлы, Тұрсын Алдашұлы және Әділ Өтеғұлұлы. Жеті қайқы жөнінде толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп, әнші, жыршы, күйші, халықтың әдеби музыкалық мұраларын насихаттаушы, зерттеуші Ізбасар Шыртановтың еңбегімен таныса аласыздар. Жеті қайқының бірі Досат Бәйменбетұлы. Досат көрерге көз керек әдемі, айтулы әнші болған өнерпаз. Досаттан бізге Бос мойын, Жамалай, Ырғама, Досаттың соңғы әні аталып жүрген Той қайда әні секілді әндер жетті. Бүгін біз көп естілмей, көп айтылмай жүрген әндердің қатарындағы Той қайданы орындаймыз. Ән нотасын осы бейнежазбаның төменіне өтіп, сілтеме арқылы жүктей аласыздар. Koyarmız bu lendide Konergesin Toxtamaz tünür yaşır güley Jünelgesin Toy qayda endi bizge as bolmasa Töz qayda endi bizge